апа. Мен білесіз бе, мен кешіріңізші, мен нашақормын апа. Мен үшін бұл дүниенің қызығы жоқ. Атып келе жатқан таңға қуанып қарай алмаймын апа. Мен адамша күліп, адамша сүре алмаймын апа. Мен нашақормын апа. Маған дейтін егер балам деп санасаңыз, маған наша тауып беріңізші апа. Мен өзімнің қоярға жер таба алмай отырмын өзімді. Есірткі тауып беріңізші апа маған. Құлыным, қалай тап болдың бұл пәлеге? Есірткі деген көрініп келген ажал емес пе еді? Сені қасіреттің қара құрдымына жіберген Қарабек кім? Қайда ол? Ол Қарабек кім дейсің бе? Ол мен, мына мен. Не істей аласың маған байғыз? Сенбедің жүзі қара, құлынымды адалдық жолынан тайдыратындай. Не істемеді ол саған? Не жазығы бар еді? Рас, оның еш жазығы жоқ. Сенің балаңда ұзында күшім, қысқада кегім жоқ. Бірақ қазір дүниені ақша билеген заман. Оны өзіңде жақсы білесің. Ақша. Егер сенің балаң сияқтылар болмаса, мен сол ақшаны қайдан аламын? Кім береді маған оны? Ақша дейсің, ақша деп қалдыр. Қай заманда адамнан ақша қымбат болып еді? Ақшаның жолында құрбандыққа шалынатындай. Құлынымның не күнәсі бар еді? Күнәсі деймісің? Күнәсі әлсіздігі. Балаң керек емес деген сөз айта алмайды екен. Керек емес деген сөзді үйретпепсің балаңа. Маған да керегі сондай адамдар. Мен оны балаңды айтам. Көшеде қармаққа іліктірдім. Мен оған экстази ұсындым. Экстази деймісің? Ол неменесі тағы да? Экстази деген есірткінің жас балаларға арналған түрі. Оны қабылдаған бала шаршағанын, қарны ашқанын, шөлдегенін білмейді. Билей береді. Құлынымның мойнына тұзақта ең алдымен осылай салдым десеңші. Иә, баламның мойнына алғашқы тұзақ осылай салынды. Кейін сол тұзақтың ішін тарта бердім. Осылайша балаң менің құлақ кесті құлыма айналды. Бірте ол есірткінің ең күшті түріне ауыз салды. Тамырына ине сұғып барып, жаны жай табатын еді. Оған көп ақша керек. Ол үшін балаң өзінің үйіне өзі ұры болып түсті. Үйіндегі қымбат заттарының бәрін сатты. Жоғал, Қарабек, жоғал! Сен ұрпаққа өлім әкелуші, нағылетсің. Жалғызымды сенің қанды қол жеңгеннен тастай алмаймын, жоғал! Ей, бейшара әйел, сенікі құрдау баса. Көрдің бе ана балаңның халін? Өлгелі тұр ғой. Оған қазір керегі наша. Сен оған наша бере алмайсың. Ал мен берем, тегін берем. Тегін дейсің бе? Тегін бе? Наша керек пе саған? Иә, наша керек, өліп барам маған наша берші. Наша алғың келсе тас кейде жабысқан шешеңді әрі алып кет. Не деп тұрсың, балам? Маған наша керек. Жүр, кет. Ей жас жігіт, жан едің сен гүл жүзді, солып қапсың тынышыңды кім бұзды. Өмір қатал көңіліңе қарайма, душар болдың қайғыға. Енді арылу оңай ма? Есір күшін қиған жастық өмірет, ең соңғы жан сен боласың ғаламда. Жас жеткіншік, өздеріне айту бұл менің борышым. Ауырсандар бұл кеселмен дәрігерде бере алмайды қол үшін. Құтқаратын күш жоқ, онда әлсіздері өліксін. Жат әдет пен есірткіге жоламаңдар сол үшін. Салауатты өмір салтын сақтаңдар.